Сәлем, каналға жазылып лайк басыңдар. Салат істейміз. Оған бір алма, бір қызылша керек болады. Суға пісіріп дайындап аламыз. Осылай тураймыз, 4 бұрыштылап, жақсылап. Содан кейін алманың қажетсіз жерлердің бәрін тазалап алып тастаймыз. Енді мен осылай видеоны түсіріп жатқан кезде қимылдап кетіп жатыр, енді оған мән бермеңіздер. Осылай алманы да сыртқы қабықтарын ашып тураймыз. Қызылшаны да қабығын ашып 4 бұрыштылап тураймыз. Тез тураймыз. Мен мына жерде видео түсірем деп әбіршіп кеттім. Осылай шықты менде. Ыдысқа салып қоямыз. Жаңа қайталағандай алманы 2 бөлікке бөлеміз. Ішіндегі құрттарын алып тастаймыз, керек емес. Тазалап жуып алғаннан кейін осылай 4 бұрыштылап турап шығамыз. Байқағандарыңыздай, мен екінші досканы ауыстырдым. Алмам қып-қызыл болып кетпес үшін, әдемі видео түсіру үшін. Осылай турап шығамыз. Турап шыққаннан кейін бос ыдысқа саламыз, екеуінде стеклянный. Әдемі көріну үшін. Ешқандай тұз да қоспайсыздар, ешқандай құмшекер де қоспайсыздар. Өзінің дәмімен өте дәмді болып шықты. Жеңіл сорпамен беруге болады. Былай да перекус дейді ғой. Сомен жесеңіздер болады. Нансыз диета ұстап жүргендерге. Осылай турап жатқан кезде арасында әңгіме айтсаңыздар болады. Менімен бірге іш піспасын деп турап дайындап боласыз. Осылай менде шықты. Қазір көрсетемін. Міне. Әдемілеп турап шығасыз. Сыртында алып тастасаңыз болады. Міне әдемі ыдысқа саласыз, араластырасыз. Қызылша мен алма салаты дайын. 2-ақ ингредиент кетеді. Каналға жазыламыз, лайк басамыз, комментарий жазамыз, тіркелуді ұмытпаймыз. Іске сәт. Дайындап көріңіздер.